Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Халықтың бұрынғы 120 миллиард теңге несиесі кешірілетін болды. 2 айдан кейін құжат мәжіліске ұсынылмақ. Қаржы министрлігі бюджет кодексіне өзгеріс енгізіп, 90-шы жылдары мемлекет тарапынан кәсіп ашуға берілген берешектерді кешіру мәселесін қарастырып жатыр. Яғни несиесін 30 жылдай төлемей жүрген кәсіпорын иелері табылмаса, онда оның қарызы жойылады. Бұл өзгеріс тек заңды тұлғаларға байланысты күшіне енбек. Мұндай несиелердің мөлшері қазір 120 миллиард теңгені құрайды. Биліктегілер кезінде жергілікті әкімдіктер мен үкімет қарыз берген несие иелерін табу оңай емес екенін айтты. Себебі 90-шы жылдары көп кәсіпорындардың бизнесті сәйкестендіру нөмірлері болмаған. Дегенмен, бұл жағдайға экономистер қарсылық танытуда. Өмірде түрлі жайттар болады. Әрине несиені кешіру керек. Бірақ заңды тұлғалардың емес, жетім жесірлер, көп балалы аналар мен ауылдағы жағдайы келмегендерге қарастырған жөн. Осы мәселе бойынша үлкен тексеріс жүргізу керек. Себебі қаржыны бюджет емес, банк беру керек дейді экономист Бейсенбек Зиябеков мырза. 90-шы жылдары биліктің халыққа зейнетақыны уақытында төлей алмаған кездерінде мұндай қомақты қаржының несие ретінде берілгеніне таңғалатындығын айтқан экономист, осыған байланысты банктер мен қаржы саласындағылардың үстінен тексеріс жүргізу керек деп айтқан еді. Қалай ойлайсыз? Экономист мырза айтпақшы, заңды тұлғалардың емес, қарапайым халықтың, жағдайы келмейтін адамдардың несиесін кешіру әлдеқайда жөнді болар ма еді? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.